Маслихаттар депутаттығына ұсынылған кандидаттар қатары 7885 адамға жетті. Олардың 866 облыс, 34 Астана, 133 Алматы қалалық маслихатына. 5403 үміткер аудандық, 1449 кандидат қалалық маслихаттарға ұсынылған. Қазіргі есеп бойынша бір депутаттық мандатқа 2 және одан да көп адам бәсекелес. Орташа жасы 43 жас. Кандидаттыққа ұсынылғандар қатарында 40 ұлттың өкілі бар. Ең белсенді аймақ ретінде Алматы мен Оңтүстік Қазақстан облысы ерекшеленіп тұр. Ал науқанға қатысу көрсеткіші төмен өңір Батыс Қазақстан. Айта кетейік, үміткерлердің 75,2% өзін-өзі ұсынғандар. Партиялар ұсынған үміткерлер келесідей. Нұр Отан партиясы 1886 адам, содан кейін Ауыл партиясы 42 адам, Ақжол партиясы 40 адам, Бірлік партиясы 6 адам, Коммунистік халықтық партиясы 20 адам.